Сәлем арна көрермендері. Қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. App Store жүйесінде Мұхаряповтың қосымшалары құлдырап рейтингісін жоғалтуда. Орыс тілін біле тұра қазақ тілінде сөйлеу мәдениетсіздіктің белгісі деп жаңалық ашқан Әремил Мұхаряпов қоғам тарапынан қатты қарсылыққа ұшырады. Желі қолданушысы Талғат Қалиев Мұхаряповтың әйгілі әңгімесінен кейін оның қосымшалары қатты құлдырауға ұшырағанын жазды деп хабарлайды dalanews.kz. Қазақ тілінде құрметсіздік танытқан Әремил Мұхаряповтың әрекеті қоғамды дүр сілкіндіргені белгілі. Осы оқиғадан кейін Мұхаряповтың Шоколайв компаниясының App Store жүйесіндегі рейтингі 4,6-дан 2,4-ке бірақ құлдыраған, ал aviabita.kz 3,7-ге, Шокофуд 4,2-ге құлдырап рейтингісін жоғалтқан. Әзірше Шокотревел ғана өз позициясын сақтап тұр екен. Алдағы уақытта ол құлдырауды бастан кешсе таңғалмаймыз. Бұл құлдыраулар бір күннің ішінде орын алғанын айта кетуіміз керек, деді Талғат Қалиев. Мұхаряповтың компанияларының рейтингі бірге жеткен кезде оның App Store жүйесі автоматты түрде өз жүйесінен шығарып тастауы мүмкін. Қазақ тіліне қатысты орынсыз пікір білдіріп, мемлекеттік тілді кемсіткені үшін Мұхаряпов осындай адам айтса сенгісіз жағдайға тап болды. Осы жағдай Қазақстанда қазақ тілінің маңызды экономикалық факторға айналғанын анық көруге болады. Мамандар алдағы уақытта қазақ тілі нұсқасы жоқ сайттар мен қосымшаларға берілген үлкен белгі екенін айтуда.